Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін таймері осында керемет тауық қанаттарынан жасалатын тағамның рецептін бөлісемін. Достар, менің арнамды жоғалтып алмаш үшін подписаться етіп, колокольчикті басып, лайк басып отырыңыздар. Бұл тағам өте тез әрі оңай жасалады. Тауық қанаттарын жасау үшін қандай ингредиент керегін барлығын описанияға жазып қоямын. Ең алдымен тауық қанаттарын жақсылап жуып аламыз. Тауық қанаттарын теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Соңғы бөлігі бізге қажет емес, оны алып тастаймыз. Дәл видеодағыдай барлық тауық қанаттарын осылай кесіп аламыз. Сарымсақты да дәл видеодағыдай ұсақтап, төртбұрыштап тура аламыз. Немесе арнайы сарымсақты езетін құралыңызды пайдалансаңыз болады. Бұл тағамды жасау өте оңай болады және де көп уақытыңызды алмайды. Сол үшін достар, жұмыс істейтін достарыңызбен бұл рецепті бөлісе отырыңыздар. Енді кезекте ең оңайы барлығын құйып, жақсылап араластырамыз. Бірінші сарымсақты саламыз. Сұйық май құямыз. Соевый соус. Бал. Дәміне қарай дәмдеуіштер. Дәмін міндетті түрде көріңіздер. Күнжіт салып, жақсылап барлығын араластырыңыз. Міне, тауық қанаттар дайын болды. Енді осыны бөлме температурасына жарты сағатқа қалдырамыз, яғни барлығы сіңуі керек. Жарты сағат өткеннен кейін осылай тағы бір рет араластырып алғаннан кейін пергамент қағаз салған противинге барлығын осылай видеодағыдай тізіп шығыңыз. Түбінде қалған шырынын осы видеодағыдай құйып шықсаңыз болады. Тауық қанаттарын салып алғаннан кейін 190 градуста 40 минут көлемінде пісіреміз. Міне, тауық қанаттар дайын болды, өте дәмді болып шықты. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет, ас болсын. Егер де менің фудблогымды дамысын десеңіздер, маған қолдау көрсетіп отырыңыздар. Подписаться етіп, колокольчикті басып, лайк басып, және достарыңызбен бөлісе отырыңыз.